Есімім Жайна. Екінші құрсаққа жүктімін. Бүгін дәрігерге тексерілуге барған болатынмын. Ұл болмай ма? Ұл тумадың ба әлі дейді. Қыз туасың да, сосын тағы не керек? Мен осы сөздерді күнде еститін болдым. Бір күні бір үйдің жалғыз келінімін. Үйге келін болып түскенде бәрі мәз болып еді. Қазір менің құным жоқ. Себебі мен ұл тумаған әйелмін. Бір ғана қызым бар, Назым. Қолының ізі жүрегімде бейнеленіп қалған. Қызым менің өмірім, бірақ оның әкесі ол үшін керексіз ғана. Қиындықпен екінші рет бала көтердім. Бұл жолы ұл тумаса кеткенің, деді күйеуім. Жүктілік ауыр өтті. Кеудем сыздап, қан қысымым төмендеп, күнде ауруханаға қаралдым. Бірақ күйеуім бірде-бір рет қасымда болмады. Керісінше, басқа қызбен көңіл қосып жүргенін естідім. Зай, сенің әкпең бе, біреу звондай береді, маза бермейді. Не жынды ма өзі? Деп ол жаңа қыздың көзінше мені масқаралап тұрғанын да естідім. Ал мен сол кезде өлім мен өмір арасында палатада толғақпен жылап жатқан едім. Қызым Назым кішкентай ғана еді, тек 6 жаста. Күнде мені күтеді, әкесіне мама қашан келеді деп сұрайды екен. Қатын туғанша жүре берсін деп жауап береді. Назым ештеңе түсінбейді. Күнде үйдің сыртындағы бөшке суға қарап, өзімен, өз бейнесімен сөйлесетін. Сумен ойнау жалғыз ермек еді. Су шашар ойыншығымен ойнап, бөшкеге еңкейіп күліп отыратын. Сол бөшке оның соңғы көрген айнасы боларын кім білген. Сол күні Назымның су шашар ойыншығы бөшке түбіне түсіп кетеді. Қызым қолын созады. Салбыраған шүмекке жете алмай, тізелей еңкейіп барады. Аяғы тайып кетеді. Бөшкеге құлайды. Су толық, ешкім жоқ. Үйде ересек адам жоқ. Әкесі жоқ. Көрші әйел тек бір уақытта үнсіздікті байқап сыртқа шығады. Мен ұл босандым, жылап емес, қорыққан күйде. Қуанышым болмады. Күйеуім келмеді. Қоңырау шалдым. Жауап берген басқа қыздың дауысы. Алло, кто это? Да ладно. Какая-то больная звонила. Мен телефонда түсіріп алдым. Сол кезде қызым бөшке толы суға тұншығып қайтыс болған екен. Ал менің күйеуім сол сәтте басқа қызбен төсекте ләззат құшағында жатқан. Назымның денесі бөшкеден алып шыққан көршілер болды. Кішкентай ғана денесін көгеріп, шашы су болып жабысқан. Әкесі қайда еді сол кезде? Қызбен рахатқа бөленіп жатқан екен. Мен перзентханадан лимузинмен емес, таксимен келдім. Адамдар мені күтіп алмады. Менің қызымның өлі денесі күтіп алды. Енді оралу жоқ. Қызым қайда? Қызым қайда дедім. Мен жүгіріп бөлмеге кіріп, ештеңе көрмедім. Көрші әйел келіп, қызым, бөшкеден таптық. Кешір, тым кеш болды. Мен жан ұшыра жыладым. Сол кезде омырауым сыздап, сүтім тоқтап қалды. Мен қайта емізе алмадым. Қызымның өлімінен кейін ана болу маған қасірет болды. Кешірім болмады. Ажырастық. Жұрт күйеуімді кінәлады. Ауылдан кетірді. Мен полицияға шағымданбадым. Шағымданғанда қайтемін. Қызым тіріліп келмейді ғой. Бірақ мен күнде бір қабірге барамын. Жап-жас, бейкүнә, өмірді енді бастаған сәбидің аты жазылған кішкентай көк тасқа қарап тұрып, ішімнен, кешір мені жаным.
мен сені қорғай алмадым деп жылаймын. Ұлым өмірдегі жалғыз отым. Ұлымды өсірдім. Ешбір еркекке сенбеймін. Сүйенбеймін. Күйеуімді күлімдеген, сүйкімді күлімдеген ұлымның көзіне қарап, тек сол үшін өмір сүремін. Әкесінің кім екенін айтпаймын. Айтқым да келмейді. Өйткені сол адам менің жанымды өлтіріп кеткен. Күйеуім бомж болып кетті. Қызымның қабіріне барып, тізерлеп жылап отыратын екен. Жылап отырғанын көп адамдар көріпті. Күнде келіп, кешір қызым, деп айқайлайды екен. Бірақ қызымның естір құлағы жоқ. Бәрінен айырылғаннан кейін ғана адам есін жинайды. Бірақ тым кеш. Қыз бала тек туылғаны үшін емес, оның күлімдегені, жанарындағы нұры, жүрегінің нәзіктігі үшін де қадірлі. Қыз бала қадірсіз болған жерде өмір өзі жетім қалады. Құрметті көрермендер, оқырмандар, осылай өмірден алынған шынайы оқиғаларды, әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп, өз ойларыңызды комментарийға жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.